Саламатсыздар ма? Бүгін біздер Python бағдарламалау тілінде компоненттермен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымен бірнеше компоненттер бар: button, label, тағы да қосымша компоненттермен жұмыс жасау барысында біздер тікентерді көмекке шақырамыз. Яғни бағдарламасында ең алдымен біздер тікентерді импорттап, яғни оны шақырамыз. Шақырып деп жазғаннан кейін, мына жұлдызшамыз деген барлығын импорттап жатырмыз дегенді білдіреді. Енді айнымалыны құрамыз. Root деп тең tk. Бұл негізгі формамыз болып есептеледі. Одан кейін root нүктеден кейін main loop. Ол бізде x пернесін басқанша формамыз ашуға жауап береді. X батырмасын батырғанша осыны ашылып тұрады. Root tk арқылы біз ашып отырмыз. Енді осы терезенің параметрлерін қарастырайық. Мысалы root нүкте title арқылы біздер тақырыбын өзгерте аламыз. Мысалы есеп нөмір 1 деп. Енді және де иконкасын де өзгерте аламыз. Тағы да root нүкте икон деп. Икон bitmap деп иконканы біздер өзіміздің бумамызда сақталып тұрған, оны сақтап көшіріп өткен сабақтарда мен көрсеткен болатын. Оң жақ батырмасын басу арқылы проектіні show in explorer командасы арқылы папка ашу арқылы біз жаңағы иконканы суретін сақтап қоямыз. Енді көріп отырсаңыздар, міне есеп 1 иконкамыз. Енді алдыңғы иконкамыз біздің мынадай болатын. Міне ал иконкамыз сосын жазуы мәтіні. Енді міне өзгерген иконкамыз біздің. Енді терезенің размерін берейік. Геометрия арқылы береміз. Мысалы 300 деп көрсетсек, біздің размеріміз, формамыз кішкене үлкейді. Байқап отырсаңыздар. Енді енімен ұзындығын өзгерте аламыз. Весь экранды аша аламыз. Осы параметрлер анықтайтын параметрлер бұл бізде resizable, бұл екі мәнді қабылдайды. True немесе false. Біреуі x үшін болса, біреуі y үшін. Егер мен x біріншісіне false, екіншісіне true беретін болсам, міне онда x бағаны бойынша өзгере алмайды. Көріп отырсаңыздар. Y координатасы. Y координатасы арқылы мен созаламын. True болғандықтан мен өзгерте аламын. Навес экран ашсам да, бұл тек қана Y бойымен өзгеріп тұр. Егер екеуінде false десем, екі жағында false десем, онда екі жағында өзгерте алмаймын. Мына кнопка белсенді болмай қалды. Келесі біздер бір кнопка құрып көрейік. Өлшемдерін кішкене өзгертіп алайын. Артық кодтарды алып тастап, пока қажет емес.
міне көріп отырғаныңыздай форманың өзгерді өлшеміне қарай. Енді баттын құрайық. Енді бұл баттынға кез келген айнымалының мәнін бере аламыз. Компонент бізде міне баттын. Баттын текст қасиетін анықтайды. Бұл текстке батырма деп, тексттің үстіне батырма деген сөз шығу үшін, баттын пак деген оператор жазатын боламыз. Сол кезде орындаған кезде міне бізде батырмамыз баттын арқылы, компонент арқылы батырма шықты. Енді бұл ешқандай әрекет орындап тұрған жоқ. Егер біз екінші батырма құратын болсақ, дәл осындай әдіспен құратын болсақ, онда астасына екі батырма шығады, ортадан пайда болады. Енді осы батырмалардың форма бетінде формаға орналасу үшін бірнеше әдістер пак арқылы шығуды қарастырайық. Онда біз қай формаға шығатын көрсетеміз. Root форманың үстіне және батырма атын өзгерте салайық. Пак оны бірден мұнда жалғастыруға болады, жазуға болады. Осы кезде де батырма шығатын болады. Осындай кезде де батырмам шығатын кез болады. Енді параметрлерін. Енді біз сайт арқылы оң жақтан, сол жақтан, төмен жақтан параметрлерін бере алатын боламыз. Мысалы right оң жақтан шығатын қылдық. Ал осы кодты қолданып әртүрлі жақтан шығатын батырманы ұйымдастырайық. Батырма 2, батырма 3, батырма 4, батырма 5. Енді бұл екіншісі left өзгертек. Сол жақтан топ жоғарыдан bottom деген төменнен, сосын fill деген тағы бір қасиет бар. Толтыру деген мағынаны білдіреді. Біз енді программаны орындап көрейік. Бізде мынадай батырмалар. 5-ші батырма дәл ортадан шықты. Келесі осылай міне өлшемін де өзгертейік кішкене. Сонда бізде кішкене үлкейді. 3-ші батырма жоғарыдан шықты. Button 4 төменнен шықты. Мынау жоғары төмен, бұл төменнің ортасынан, ал мынау жоғары жақтан ортасынан көріп отырған байқап отырсаңыздар. Ал fill деген батырмамыз ортасында жаңа қалған шекараға батырма әртүрлі өзгеріс ұшырап жатыр. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай жасап қараңыздар. Келесі бізде әдіс тағы да бізде тағы бір әдіс. Бізде тағы бір әдіс grid. Button.grid. Grid дегеніміз жалпы батырмамызды шығарады, қызметін атқарады. Бірақ бұл тек сол жоғары бөлігінде шығаратын болады. Gridті негізі кесте деп түсінуге болады.
және бұда бағандар мен жолдарын көрсете алатын боламыз. Row тең 1, колумн тең 1, 1-1 деп батырманы 1-1 деп беремін. Келесі батырманы, екінші батырманы мысалы 2-1 деп беретін болсам, ол екінші жолдан шығатын болды. Міне көріп отырғаныңыздай екінші жолдан шығып отыр. Егер мен роуға 1, колумнға 2 десем, онда жанынан шығатын болады батырмамыз. Бір жолда 2 баған болады. 2 баған. Колум 2 деп көрсек, онда бізде диагональ бойынша шығып тұр. Орындар арқылы біздер бұл әдіс грид әдісі деп. Бұл тек қана баттың компоненттері ғана емес, басқа да компоненттерде қолдана беруге болады. Енді шығарудың екінші әдісі бізде place. Place деген жалпы орын деген мағынаны білдіреді. Координатаның орын x тең 60, y тең 10 деп берейік. Ары қарай white арқылы ұзындығын бере аламын. Дәл осыны екінші батырман бір деңгейде шыға берсін. Дәл осылай тек кішкене өзгеріс енгізейік. Төмен түсіріп 50 деп беріп қарайық. Көріп тұрғаныңыздай екі батырма көріп отырсыздар. Координата бойымен де координатасын өзгертетін болсақшы, онда көріп отырғаныңыздай батырмамыз жылжып орнына жылжып отыр. Бірінші 300 дегеніміз x, 80 дегеніміз y-ге. X пен y бойымен өзгеріп отыр. Өз бермесек те басқа стандартты қанша мәтін бар, соны да мәтіннің көлемімен де беруге болады. Міне мынандай батырманы арасын ашып көрсетсек те болады. Өздеріңізге ыңғайлы өзгертіп алсаңыздар да болады. Егер ешқандай жазу болмаса, онда батырманың көлемі сол санның ұзындығымен анықталады. Батырмамыз кішірейіп қалды. Егерде сол қаншама мәтін сөз енгізетін болса, оны үлкен қылып өзгертіледі. Енді келесі бұл форманы басқаша өзгертіп көрейік. Пак түсін фонын өзгертіп, бұндай амалдарды да орындап көрейік. Текст деген ол бетіне шығатын мәтін анықтайды. Ал with деген бізде компоненттің ұзындығын анықтайды. Одан кейін ең анықтайды. 5. Одан кейін bg бұл енді фон түсін анықтайды. Бізде yellow сары,
BG дегеніміз шығатын мәтіннің түсін анықтайды, қызыл түс. Мына жерде тұр. Сосын орындап көрейік. Міне батырмамыз сары, әрі жазуымыз қызыл жазу шықты. Келесі кішкене кішірейтіп көрейік. White-қа кішкене кішірейтіп, міне отырғанымыздай батырмамыз кішірейді. Енді батырманың сонымен фон жаңағы несін бере аламыз. Шрифтін бере аламыз. Және өлшемін бере аламыз. Осылайда өлшемі үлкейген сайын батырманың да өлшемі өзгереді. Он болғанда қандай болады? Дәл батырманың негеде шрифтіне де байланысты өзгереді. Енді батырманы басқан кезде қандай да бір іс-әрекетті орындау үшін команд тең қандай да бір, мысалы def button дейміз, click одан кейін қос нүктеден кейін осы функциямызды көшіріп алып, дәл осы командқа апарып жазамыз. Енді батырма шетілген кезде осы функция орындалады. Осы функцияны шақырады, яғни мысалы экранға шығару амалын орындайық. Сіздер менімен бірге қосылып бірдей жұмыс жасасаңыздар да болады, бірден жатталып қалады. Енді міне шықты батырма деген. Батырманы басқан сайын шертілді деген, осы шертілді деген хабарламаны экранға шығару үшін, онда біздер батырманың мәніне шығатын болатын болсын, ол үшін баттың тікшақшаның ішіне текст тең болады. Шертілді деген сөзді мұнда көшіріп жазайық. Орындап көрейік. Басқан кезде шертілді деген жазу өзгерді. Шертілді дегенге ауысты. Енді әр шертілген сайын К деген мәнді қосып, сол шертілген санын арттырып отырайық. Ол үшін К тең 0, 1 шертілсе 2 шертілді, 3 шертілді деген мәтін шығу үшін К қосу тең 1 деп аламыз. К-ның мәні артып отырады шерткен сайын. Енді программаның ішінде сипатталып отыр мұнда. Келесі бұл қолдану үшін global K деп, global деген К айнымалы глобалды деген анықтайды. Енді осы К-ны баттонға қосу керек. Бұл енді конкатенация әдісімен қоссақ болады. Формат К деп алсақ, батырманы басқан сайын, шертілген сайын саны артып отыр. Көріп отырсаңыздар. Өлшемін кішкене үлкейтіп көрейік. Сонда анағырақ көрінетін болады. Батырма шертілді 3-4. Әр шерткен сайын санымыз артып отыр. Енді қосудың тағы да бір әдісі бар. Тағы бір әдісі нүкте. Фигура жақшаның орнына мына формат ішіндегі сан шығатын болады.
фигура жақшаның орнына сан шығатын болады. Міне басқан сайын 2 рет шертілді, шерткен сайын артылып отыр. Осы көрсетілген орынға шығып отыр фигура жақшаның. Енді мәтін шығаруды қарастырайық. Мәтін шығару үшін label біз құрып жатырған айнымалы label екенін көрсетеміз. Labelға шығатын мәтінді текст арқылы көрсетеміз. Мәтін және бұл экранға шығару үшін label.pack қолданамыз. Басқан уақытта жоғарыда мәтін пайда болды. Батырмамызда жұмыс істеп тұр. Мәтінді және басқа да параметрлерге қатысты болды деп осылай анықтасақ болады. Yellow емес, мына жерде white деп жазайық. Мына жерде blue қояйық. Мәтіннің фонын міне көріп отырғанымыз ақ фонда көк жазу. Егер біз фонды алып тастайтын болсақ, осы қасиеттерді алып тастайтын болсақ, ешқандай фон болмайды. Мәтіннің өзі шығады тек. Мәтіннің өзі түсі болады тек. Енді осы мәтін шеткен сайын жоғарыда мәтін түсі өзгерсін десеңіз, онда label деп жазсақ, мына жерде бұлай өзгертуге болады. Міне шертілді, жоғарыда мәтінде өзгеріп шығып отыр. Енді келесі программа құрып көрейік. Мысалы, батырмамыз шерткен кезде мәтініміз көрінбей қалатындай, тағы бір шерткен кезде көрінетіндей етіп ұйымдастырып көрейік. Ол үшін біз нені өзгертеміз? Функцияны өзгертеміз. Осылай болып тұра берсін. Мына жерде айнымалыларды өшірейік. Так, мұнда pack операторын жүзеге асырмайды. Ол үшін gridті қолданамыз. Gridті де қолданып көрейік. Так, гридпен экранға шығаратын кезде форманың сол жақ бұрышына көрсететін болады. Енді мына жерде енді функцияның несінде жазайық, программасында жазайық. Егер көрініп көрінбей тұру қасиетін былайда анықтап көрсетуге болады. Бұл енді if true немесе false мәнін қабылдаудан 1 немесе 0 деп көрсетуге болады. Label'ымыз қазір көрініп тұр. Сол үшін 1 мәнін қабылдайды. Бұлай жазайық. Label grid remove. Яғни remove деген өшіруді қолданамыз. Яғни әйтпесе label grid арқылы форма бетіне көрсететін боламыз, яғни шығаратын боламыз. Енді орындап көрейік. Батырманы басқан кезде мәтін жоқ болып кетті. Басы қайтадан көрінді. Қайтадан басқанда қайтадан жоқ болып кетті. Осылай жасап қарауға болады. Келесі өзге өлшемін өзгертіп қарайықшы. Бұлай батырман шеткен қарай жазуында өзгертіп көрейік.
мәтініміз көрінбей тұр. Көрсету деп мына жерде жасыру деп өзгертіп көрейік. Батын текст тең болады. Батырма емес, енді бір көрсету деп жазайық. Қазір бұлай жасықпай, жасыру деп. Жасыру, мына жерде жасыру. Мына жерде батырмамыз көрініп тұратын болады. Не? Басыру, көрсетуді бассам, мәтінді көрсетеді. Жасыруды бассам, қайтадан жасыру дегенге өзгеретін болады. Біз енді осы батыммен, лейблмен танысып болдық.